Семей қаласында 19 наурыз күні Қазақстан Республикасының парламенті мәжілісінің және мәслихаттардың депутаттарын сайлау басталды. Рымбек Байсейітов атындағы Семей қаржы-экономикалық колледжінде орналасқан нөмірі 91 сайлау учаскесінің шымылдығы түрілді. Алдымен әнұран шырқалып, кейін бюллетендер ашылды. Жалпы бүгін сайлауға біз толықтай дайынбыз деп айта аламын. Жаңа қоғамдық бірлестіктерден, партиялардан бақылаушылар келіп, тіркеуден өткіздік. Жалпы біздің сайлау участогімізде дауыс берушілердің саны 1349. Жалпы 5 түрлі бюллетен бойынша жаңағы дауыс беру жүргізіледі. Біз қабылдаған бюллетендердің саны 6810 бюллетен. Сайлау учаскесі ашыла салысымен ең алғашқы дауыс беруші тұрғындар келді. Өз таңдауын жасағаннан кейін дәстүр бойынша учаске төрайымы арнайы сыйлығын табыстады. Облыс мәртебесіне ие болған Семей қаласының жұртшылығы саясатқа қай кезде де бейжай қараған емес. Бұл жолғы сайлауда да белсенділік танытары анық.